Саламатсыздармы, құрметті студенттер. Бүгін этика және эстетика пәні бойынша бірінші лекция сабағын қарастырамыз. Яғни этика және эстетика курсының пәні және функциялары. Лекция сабағының жоспарында мына мәселелер қарастырылады. Яғни бірінші, философия білім жүйесіндегі этиканы пайда болуы. Екінші, этика пәнінің тарихи өзгеруі. Үшінші, этика функциялары, яғни қызметтері. Төртінші, эстетика әсемдік туралы ғылым. Бесінші, эстетика өнердің мәні мен заңдар туралы ғылым. Этика және эстетика ілімдері ауқымды жеке ғылым болғандықтан, яғни бұл екі ілімді жеке қарастырып өтеміз. Этика дегеніміз бұл ежелгі гректердің этос деген қазір кезде салт, мінез, темперамент, құлық мағынасын білдіретін сөзінен шыққан. Ежелгі грек ғалымы Аристотель этиканың негізін қалап, оны адамның әдептілігі мен моральдық мәдениетін зерттейтін пән ретінде қалыптастырған. Этика мораль мен адамгершіліктің табиғатын, жақсылық пен зұлымдықтың себептерін анықтауға бағытталған философиялық ғылым болып табылады. Ол қоғамдық қарым-қатынастар мен жеке тұлғаның моральдық бағасы анықтайды. Әдеп пен адамгершілік мәселелерін қарастырады. Этика әлем халықтарының әдеп жүйесін, моральды, адамгершілік мәдениетін зерттейтін ғылым болып табылады. Этика термині алғашқы, яғни ежелгі грек тілінде бірлесе өмір сүруші адамдар, яғни тобының мекен-жайы деп те білдірген еді. Кейін әдеп туралы ілім мағынасына ие болды. Әдеп термині негізі түркі халықтарының тіліне орта ғасырлардағы араб, мұсылман мәдениетінің ықпалымен енген еді. Көптеген мамандары этиканы әдеп, ақлақ, яғни мораль, адамгершілік сияқты да ұғымдарын қолданыла береді. Және де оларды әртүрлі анықтамалар беріліп отырды. Әдеп, мінез, құлық пен адамгершілік туралы философия трактаттар және де нақыл сөздер батыс пен шығыстың ортақ мұрасы болып табылды. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері әдеп нормаларын үлгі еткен. Аристотель, Сократ, Аль-Фараби, Ахмет Ясси деген ұлы тұлғаларымыздың да әдептің адамның тәрбие мен жағдайына байланысты қалыптасатынын атап көрсеткен еді. Этика негізі мораль туралы ілім. Ол моральдың қағидалары түсіндіретін және де үйретеді. Мораль латын тілінен моральдас, әдет ғұрып, адамның мінез құлқын және де адамдар арасындағы қарым-қатынасын реттейтін әлеуметтік институт болып табылды. Бұл ұғымда алғаш, яғни грек ғалымы Цицерон қолданып, грек философиясындағы этос ұғымын балама ретінде енгізді. Мораль қоғамда қалыптасқан әдет ғұрып, ізеттілік, яғни әділеттілік сияқты құндылықтарға негізделген нормалар жиынтығы болып табылады. Ол адамның еркіндігімен байланысты және қоғамның тұрақтылығымен даму үшін маңызды. Этиканың мақсаты ретінде бұл адамды жамандықтан сақтап, яғни әдептілік пен адамгершілікке баулу болып табылады. Әдепті адам, яғни қоғамның құндылығы болып табылса, ал әдепсіздік қоғамды бұзады деген мәселе. Әдептілік тәрбиенің нәтижесі, ол адамның моральдық болмысын қалыптастырып, яғни қоғамға пайдалы болуын қамтамасыз етеді. Енді этиканың қызметтеріне келетін болса, яғни 5 түрін атап өтеміз. Бірінші, яғни реттеушілік қызметі. Этика адамдардың мінез құлқын қоғамда қалыптасқан моральдық нормалар арқылы реттейді. Келесі түрі бағалаушы қызметі. Адамның әрекеттері мен ойларын моральдық тұрғыда бағалауға мүмкіндік береді. Келесі тәрбиелеуші қызметі. Этика жеке тұлғаның бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіреді. Келесі дүниетанымдық қызметі. Адамға өз өміріне, қоғамға және басқа адамдарға қатысты көзқарас қалыптастыруға көмектеседі. Келесі үйлестіруші қызметі. Қоғамдағы адамдар арасында қатынасты үйлестіруге және де өзара түсіністік орнатуға бағытталады.
Енді келесі керемет ғылым эстетика мәселесін қарастырамыз. Эстетика сөзі грек тілінен алынған айстикс сөзінен шыққан. Яғни әдемілік, сезімдікке қабылдауға қатысты дегенді білдіреді. Бұл терминді эстетиканы, яғни сезімдік таным туралы ғылым ретінде айқындап, жариялаған және ғылыми айналымға алып келген әрине біздің неміс философы Александр Баумгартен болды. Эстетика әсемдікті түсінетін сезімдік таным, өнер туындарын құру және қабылдау заңдар туралы ерекше ғылым ретінде деп, яғни ғалымымыздың көзқарасы бойынша айтылды. Эстетика өнер мен әсемдікті түсіну және қабылдау ғылымы. Эстетика өнерді жанрларға бөлу арқылы дамыды. Ал қазіргі эстетика әлемге танымдық және шығармашылық көзқараспен қарайды. Эстетика арқылы өнер шығармаларының мән терең түсіну және өнерге деген қабілеттілік қалыптасады. Бұл ғылым шығармашылық пен көркемдік білімді нығайта отырып, қоғамда эстетикаға ләззат алуды қамтамасыз етеді. Александр Баумгартеннің ойынша, эстетикалық білім бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші, заттар мен ойдағы сұлулық туралы, екінші, өнер заңдар туралы, үшінші, эстетикалық белгілер туралы. Қазіргі уақытта эстетика ұғымы тек ғылыми тілде ғана емес, күнделікті, яғни өмірде де өте жиі кездеседі. Өйткені бұл тұрмыс эстетика қазіргі күнде интерьер және дизайн эстетикасы, киім эстетикасы, мінез құлық эстетикасы туралы да яғни айтуға болады. Әлемді игеру эстетикалық формада жүзеге асырылады. Адам қызметі белгілі бір эстетикалық идеялар, көзқарастар, ұстанымдар негізінде жүреді. Эстетика адам бойында шығармашылық бастама мен әсемді қабылдау білетін қалыптастыра отырып еңбекке, тұрмысқа, өндіріске де енеді. Эстетика және өнер әлемдік мәдениет пен адамзаттың гуманитарлық тәжірибесінің негізгі бағыты болып табылады. Негізі эстетика мен өнер өте бір-бірімен тығыз байланысты. Енді қорытындылай келе, этика және эстетика ілімдері адамның рухани әлемін, адамгершілік және көркемдік санасын қалыптастыруға ықпал етеді. Этика дұрыс пен бұрысты ажырата білуге, жауапкершілік пен ар-ұжданды түсінуге бағытталған жағдайда, эстетика сұлулықты сезініп, бағалау қабілетін дамытады. Сонымен, этика мен эстетиканың бірлігі адамды жан-жақты дамуға жетелей отырып, оның моральдік және де мәдени деңгейін арттырады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Yeah.